Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгінгі тақырыбымыз маған ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі денедегі қызылдақтар, папиллома, тері түсінің қараюы, оның негізгі себебі инсулинорезистентность туралы айтамыз. Әрине, осыған алып келетін басқа себептер бар, бірақ ең негізгісі осы инсулинорезистентность. Инсулин бұл ұйқы безінен бөлінетін гормон. Ол көмірсу алмасуын реттеп отырады. Сіз тамақтанғаннан кейін немесе басқа жағдайларда қандағы глюкоза деңгейі жоғары болады. Оны қалыпқа келтіру үшін ұйқы безінен гормон инсулин бөлінеді. Енді инсулинорезистентность дегеніміз бұл клетка беткейіндегі рецепторлардың инсулинге резистенттілігінің дамуы. Осының нәтижесінде глюкоза клетканың ішіне кіре алмайды. Оны осылай мысалмен түсіндіретін болсақ, сіз үйге кіруден алдын есікті кілтпен ашасыз. Егер кілт сәйкес келмесе, есікке сәйкес келмесе, сіз әрине үйге кіре алмайсыз. Сол сияқты бұл жерде жаңағы инсулин рецепторлар, клетка беткейіндегі рецепторлар инсулинге резистенттілігі дамығаннан кейін глюкоза клетканың ішіне кіре алмайды. Соның әсерінен қанда глюкоза деңгейі жоғары болады. Инсулинорезистентность көбінесе қант диабетіне алып келеді. Инсулинорезистентность бұл организмдегі қабыну процесі болып табылады. Оған алып келетін себептер рационда белок, майлардың аз болуы, хронический усталость немесе стресс жағдайы болуы мүмкін, және тәтті, рафинирленген көмірсулар, тез сіңірілетін көмірсулар, нан өнімдерін көп қолданғанда осындай инсулинорезистентность пайда болады. Инсулинорезистентность белгілері ол артық салмақ және абдоминальды семіздік. Бұл абдоминальды семіздік дегеніміз бұл тек қана семіз адамдарда ғана емес, арық адамдарда да болуы мүмкін. Яғни ішкі ағзаларды сыртын маймен қапталуы болып табылады. Соның әсерінен сол органның функциясының төмендеуіне алып келеді. Қанда глюкоза деңгейі жоғары болғанда артық глюкоза бауырда триглицеридтерге айналады. Ал ол триглицеридтер бұлшықет және май тізінде жиналады. Осының әсерінен артериалды гипертензия, онкологиялық аурулар, буын аурулары және әйелдерде мысалы яичниктің дисфункциясы, тромбтың пайда болуы барлығының себебі осында болуы мүмкін. Және екіншісі бұл терідегі дақтардың пайда болуы, гиперпигментация, қызыл дақтардың пайда болуы, папиллома, жаңа пайда болған родинкалар болуы мүмкін, және тері түсінің қараюы. Бұл дақтар бүкіл денеде, бүкіл жерінде орналасуы мүмкін. Ал папиллома сол бетте, мойында, қолтық астында болуы мүмкін. Тері беткейінің қараюы бұл жаңағы складкалар қай жерде болады, сол жерде пайда болады. Әйел адамдарда осы инсулинорезистентностьтың әсерінен менструальды циклдың өзгерісі, бедеулік, гинекологиялық аурулар, киста болуы мүмкін, миома болуы мүмкін. Барлығы осы инсулинорезистентность кезіндегі эстроген мен прогестерон гормонының деңгейінің өзгерісінен пайда болады. Егер сізді жоғарыдағы белгілер мазаласа, міндетті түрде дәрігерге барып қаралыңыз. Қандағы глюкоза деңгейі және инсулин деңгейін анықтау керек. Инсулинорезистентность еміне тоқталсақ, бірінші ментальды денсаулық. Білесіздер, стресс бұл күйзеліс организмге үлкен кері әсерін тигізеді. Сондықтан эмоциональды дамытуға тырысыңыз. Екінші бұл ұйқы режимін сақтау. Түнгі сағат 10 мен 2-нің арасында мелатонин гормоны бөлінеді. Ал мелатонин гормонының сіз егер сол уақытта ұйықтамасаңыз, мелатонин гормоны жеткілікті түрде ала алмайсыз. Ал мелатонин гормоны ісікке қарсы, иммунитеттің жоғарылауына, организмдегі көп процестерге қатысады. Сондықтан міндетті түрде ұйқы режимін сақтауға тырысыңыз.
Үшінші, дұрыс тамақтану. Рационнан тез сіңірілетін, тәтті, рафинирленген көмірсуларды шектеуге, оның орнына клетчатка, ішек микрофлорасын жақсарту мақсатында белок, пайдалы майларды қосыңыз. Және спортпен шұғылдану. Күнделікті 2-3 сағат таза ауада серуендеу. Бұл спортпен шұғылданған кезде организмдегі қабыну процесі төмендеп, цитокиндер деңгейі төмендейді. Организмдегі дефициттерді толтыру керек. Бұл жерде витамин Д және магнийдің үлкен маңызы бар. Егер видеомыз сізге пайдалы болса және қызықтырған сұрақтарыңыз, тақырыптарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Келесі жолы сол тақырыптармен видео салуға тырысамыз. Одан да көп пайдалы ақпарат алғыңыз келсе, консультация үшін Instagram аккаунтқа тіркеліп қойыңыз.